Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. Қазақ спортшылары да тағы бір жылды артқа тастады. Талай дүбірлі додалардың хаттамасы тарихи құжатқа айналып, мұрағаттан орын алды. Жылғы жылы қазақстандықтар үшін жеңісті, мол, қуанышы жыл болды. Жеткен жетістіктеріміз қандай? Өткен жылды бір сараптап сараласақ, толығырақ тілші нысанасында. 29 мамыр күні Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясының және Беларусь Республикасының басшылары Евразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойды және соған сәйкес мәлімдеме жасады. 12 маусым күні мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің 27-ші жалпы отырыс аясында Қазақстан мен 10 инвестор ел арасында бизнес байланыстарды нығайту барысында ол мемлекетпен визасыз режим орнату туралы бір мәмілеге келді. 12 маусым мен 13 шілде аралығында Бразилияда өткен әлем чемпионатының барлық ойындарын Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетті. Ал комментаторларымыз матчты Бразилиядағы атақты стадиондардан жүргізді. Еліміз үшін тағы бір басты оқиға ол жезқазған бейнеу және Арқалық Шұбаркөл жаңа темір жолдарының іске қосылуы деледік. Ашылу салтанатына президенттің өзі қатысты. Екі темір жол желісінің бір күнде ашылуы отан тарихы мен жыл үшін маңызды оқиға. Жезқазған бейнеу және Арқалық Шұбаркөл темір жолдары өңірлердің серпінді дамуына ықпал етеді. Бұл желілер Қазақстанның бет бейнесін танымастай өзгертеді деді елбасы. Елбасымыз Ұлытаудың басында, Өлебұлақтың қасында туған елге деген ұлағатты әңгімесін арнады. Сұхбатты еліміздің барлық жетекші арналары бір мезетте таратты. Ұлытаудағы елбасының сұхбаты елдің рухани өмірінің барлық қырын қамтыды. 7 қазан күні президент Корея Республикасының Инчхон қаласында өткен 17-ші жазғы ойындарында табысты өнер көрсеткен Қазақстанның құрама командасын құттықтады. Азия құрлығының 45 елінің спортшыларымен болған қызу бәсекеде сіздер аса табандылық, шеберлік және жеңіске деген зор жігер көрсетіп, 84 медаль, соның ішінде 28 алтын медаль жеңіп алдыңыздар. Бұл Қазақстанның жазғы Азия ойындарына қатысу тарихындағы ең үздік нәтиже, жаңа рекорд делінген құттықтауда. Қаламгерлердің қара шаңырағы Қазақстанның жазушылар одағы биыл 80 жылдық мерейтойын атап өтті. 1934 жылы құрылған ұйым қиын қыстау кезде де жұмысын тоқтатқан емес. Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ғабит Мүсіреп және Сәбит Мұқанов басқарған одақтың 80 жылдығымен елбасымыз құттықтап, қаламгерлерге табыс тіледі. Қараша айының 4 мен 16 күндері Алматыда ауыр атлетикадан әлем чемпионаты өтті. Бұл чемпионат 2016 жылдың Олимпиада ойындарына лицензиялық жолдама берді. Қазаққа құт болған біріншілікте біздің өрендердің мерейі үстем болды. Жазира Жапарқұл, Зульфия Чиншанова, Владимир Седов, Жаслан Қыдырбаевтар өз салмағында көш бастаса, Илья Ильин әлемдік рекордты жаңартып, дүниежүзінің 4 дүркін чемпион атанды. Елбасы биыл Қазақстан халқына нұрлы жол болашаққа бастар жол атты өзінің дәстүрлі жолдауын ұсынды. Әлем халқы дағдарысқа толы қиын кезеңдерді бастан кешуде. Президент өзінің ел басқарудағы бірнеше жылдық тәжірибесі негізінде экономикалық дағдарыстың алдын алуға бағытталған бірқатар шаралар ұсынды. Жолдаудың маңызы сол, экономикадан бөлек мәдениет, елдің тұрмысы, саясат, инфрақұрылым, тұрғын үй, шағын және орта бизнес, еліміздің бүгінгі әл-ауқаты барлығы толық қамтылды. Международным валютным фондом и Всемирным банком. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк 2014 жылы және одан кейінгі 2 жылда әлемдік экономиканың дамуы баяулайтынын айтады. Сондықтан кейбір позицияларды жедел түрде қайта қарап, алдағы кезеңдердің жоспарын түзету керек. Бірақ соған қарамастан, барлық әлеуметтік міндеттемелер толық көлемінде орындалады. 4 желтоқсан күні президент Түркменстанға барған ресми сапарында Өзен, Берекет, Горган халықаралық теміржол магистралінің ашылу салтанатына қатысты. Біз бүгін біздің үш елмен Қытай арқылы Тынық мұхитқа дейін іс жүзінде жаңа жібек жолын салдық деді Нұрсұлтан Назарбаев. Қазіргі істің тарихи маңызы бар екені біріншіден үш елдің өз халқымыз үшін. Жолдың бойында неше түрлі елді мекендер пайда болады, халық жұмыс алады, қарым қатынас болады. Екіншіден, үш мемлекеттің арасындағы сауда-саттық қарым қатынас ұлғаяды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күні қарсаңында өзінің тәуелсіздік толғауын жариялады. Тәуелсіздік тарихтың сыйы немесе бүгінгінің меншігі емес, ол өткен бабалардың алдындағы қасиетті борыш, келешек ұрпақтың алдындағы зор жауапкершілігіміз болып табылады.
дағдарыстар өтеді, кетеді, ал ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы секілді құндылықтар ғана ғұмырлық деді мемлекеттік басшысы. Сондай-ақ жылды қорытындылай келе еліміздегі жетекші арналардың журналистеріне сұхбат берді. Сұхбат барысында елбасымыз елдегі оқиғаларды саралай келе, келер жылдың еншісіне тиетін бірқатар шаруаларды атап өтті. Наши успешные антикризисные меры Осы жылдардың бәрінде шикізат өндіру мен одан түскен табыстарды біз осы қорға салып келдік. 10 миллиард долларды біз 2007-2009 жылдардағы дағдарысқа қарсы күреске бағыттадық. Қалған қорды ішіп-жеп және жұмсап қойған жоқпыз. Сақтадық, көбейттік. Қазір біз осы резервтерді пайдалануға тиіспіз. Бұл қаржы қиын кезде еңсеріп, экономикамыздың өсімін ынталандыруға көмектеседі. Елбасының индустрияландыру бастамасы халық арасында кеңінен қолдау тапты. Алғашқы 5 жылдықтың нәтижесі бойынша қорытынды есеп берілді. Индустрияландыру картасы шеңберінде бірінші жартыжылдықтың ішінде 20-дан астам кәсіпорын қолданысқа тапсырылып, 2000-ға жуық жаңа жұмыс орны құрылды. Екінші жартыжылдық жоспар бойынша елімізде 100-ге жуық нысан ел игілігіне тапсырылуға тиіс. Жаңа өндірістер 8000-нан астам қазақстандықты жұмыспен қамтиды. Осы кеште сапа және парыз сыйлығы өз иелерін тапты. Біздің ұрпақ білу керек, біз Құрашен бір жақтан пайда бола салған адам емеспіз. Соның барлығынан өтіп келіп, тілімізді, ділімізді, ұлттығымызды сақтап қалған қандай керемет деген халық бұл қазақ деген. Ешқайсысымен қосылып кеткен жоқ. Мына тұрған Қазақстан бүкіл тарихтың түп тамыры. Елімізде тұрақтылық пен даму бар, тыныштық пен рухани келісім бар. Бейбіт елдің берекесі мен ынтымағы жарасқан Қазақстан үшін өткен жыл осындай жағымды жаңалықтармен есте қалды.